Vocabulary News Elementary бүгін 18-ші unit places дегенде ол жерлер. Бізде өткен тақырыптарды кішкене қозғаймыз. Әр жер қай жақта орналасқан позициялары. General place words жалпы жерлер туралы сөздер. Мысалға here деген мына жаққа, то есть саған, сен мына жерде тұрсың, ол саған келеді. Мынау саған here болады, саған келгенде. There деген ол ана жаққа деген сөз. Туда, сенен ана жаққа деген сөз. Come back деген қайтып келу бір жерге. Да? There are books and papers everywhere. Everywhere деген барлық жерде. Енді мына жерде позициялар бар әртүрлі. Не қай жақта орналасқан? On top of the mountain. Мынау бізде тау. Сол таудың басында орналасқан. Top деген мынаның макушкасы. Ең басы деген сөз. The middle деген ол мына жолдың ортасы. Мысалға мына міне жолдың ортасында тұр. Bottom деген ол ең түбінде деген сөз. Ең астында деген сөз. Сосын front деген ол бірдеңенің алдыңғы жағы, бет жағы. The side деген ол бірдеңенің шет жағы, сбоку. The back деген бірдеңенің арт жағы, арқасынан деген сөз. Сосын бізде beginning деген бар. Beginning деген бірдеңенің басы, қазір бірдеңе басталып жатыр деген сөз. End деген бірдеңенің соңы. Мына жерде мысалы мына жол бітті уже, да? Соңы, сол жолдың соңы. Сосын тағы да left and right. Left деген сол, right деген оң жақ. Left hand сол қол, right hand оң қол. Өте оңай, Егер сол жақта десең on the left, оң жақта десең on the right дейсің. Дальше. At home деген бізде үйде деген сөз. Out деген бір жаққа кетіп қалды деген сөз. She's away деген бір жаққа кетіп қалды дегенде бір жақын жерге емес, магазинге, жұмысына, мектепке емес, бір басқа қалаға, басқа елге кетіп қалды деген сөз. Out деген ол просто міне магазинге, жұмысқа. Мына жерде қазір көрсетем. Мына жерде мысалға да. Мына жерде көрейік. Out деген магазинге кетіп қалды, жұмысқа кетіп қалды, немесе мектепке кетіп қалды. Көп уақытқа емес, және қатты алысқа емес. Away болса, ол басқа елге, басқа қалаға, немесе басқа жерге кетіп қалды. То есть біраз уақытқа кетті, еще алысқа кетті. Abroad деген зарубежге кетіп қалды, шетелге кетіп қалды. Окей? Хорошо, енді мына жерде тапсырманы істейік. Мына жерде бірінші тапсырма. Fill in the gaps, бос орындарды толтыр. Here, мына жер, there, ана жер деген сөзбен. Мысал, бірінші, please bring it, пожалуйста, әкел оны. Әкел болса, саған келеді, значит, ол here болады, саған әкелу. Мына жаққа алып кел. Are you coming next week? Сен келесің ба? Келесі апта мына жаққа. Маған, мен жаққа да. This letter is for a teacher at the university. Мына хат мұғалімге университетте. Can you take it? Сен апара аласың ба? Take деген апару. Сол жаққа. There болады. Сол университет жаққа, сол жаққа, сенен ары қарай. I want to leave this letter in Nora's office. Мен қалаймын қалдыруды мына хатты Нораның офисында. Are you going? Сен баратсың ба? Сол жаққа, Нораның офисі жағына. Мен жаққа емес, сол жаққа. Енді мына жерде мына суреттерге қарап сөйлемдерді тоғыстыру керек. Бірінші сөйлем. What is Mary doing? Mary не істейді? 6 ноябрьда. Мына жерде 23 октябрьде ол үйінен Парижға барады. 6 ноябрь күні Париждан үйіне келеді. Енді she's coming home. Come home бола ма? Көрейік шын жерде come home. Come back. Мына жерде come back, қайтып келу. Бір жерге қайтып келу. She's coming back. Ойбай, бұл кетті. She's coming back. Ол қайтып келеді from қай жақтан? Paris.
Paris P деген әріппен жазылады. Paris Париждан қайтып келеді. Come back деген қайтып келу. Мына жерде екінші сурет, мына сурет. Is there just one restaurant in Skafton? Skafton деген қалада, міне мына қалада бір ғана ресторан бар ма дейді. Мына жерде ресторандар толып жатыр, міне ресторандар. Міне ресторан, міне толып жатыр. Сол үшін no, there are restaurants, ол жақта ресторандар everywhere, барлық жерде. Келесі, мына жерде мына заттардың автобус пен ағаштың жақтарын көрсету керек. Мысалы, top of a tree, ағаштың басы, ол мына жер. Ағаш, сол ағаштың басы мынау болады. Middle of a tree, ағаштың ортасы болады. Bottom of a tree, ағаштың түбі болады, міне мына жерде. Енді front of the bus, автобустың алды, ол мынау болады. Side of the bus, автобустың шеті болады мынау. Back of the bus, ол ар жағында бізге көрінбейді. Okay. Енді about yourself, өзің туралы айт дейді. Are you studying English at home or abroad? Сен үйреніп жатсың ба ағылшын тілін үйде немесе зарубежде? Біз үйде үйреніп жатырмыз. Are you going away this year? Сен басқа елге барасың ба осы жылы? No. What have you got in your left or right hand at the moment? Сенде не бар? Сенің сол немесе оң қолыңда дәл қазір. Не бар? Бізде ручка бар, pen. Келесі, what is there at the end of this book? Осы кітаптың соңында не бар? Кітаптың соңында не бар? Жауаптар, answers. Жауаптар бар кітаптың соңында. Where is the unit? Unit қайда? Have деген, осы кітапта. Have деген unit қайда? Beginning, middle или end. Басында, ортасында немесе соңында. Have деген бізде өтіп кетті жол, beginning, басында болды. Where is the unit? Feelings. Сезімдер деген unit қай жақта? Ол әлі болмады, ол бізде ортасында, middle. Аша? Енді мына жерде бос орындарға үш сөзді қою керек. Out, сыртқа, away, басқа жаққа, abroad, зарубежге. Деген осы үш сөздерді бос орынға қою керек. I'd like to work, мен қалаймын жұмыс істеу, and learn about new country, және жаңа ел туралы. Жаңа ел болса, значит, ол басқа елге барғысы келеді. Значит, зарубежде жұмыс істегісі келеді. I want to work abroad. Келесі, is Lily here? Lily осында ма? Жоқ, ол, but she'll be back about 5 minutes. Ол қайтып келеді 5 минуттан кейін. 5 минуттан кейін келсе, онда просто out болады. Алысқа кеткен жоқ. I'm going tomorrow to my sisters. Ертең менің сестрама, мен. She lives about 50 miles north of here. 50 миль. 50 километр жерде тұрады. 50 километр жерде болса, значит, ол алыс жер. Поэтому away дейміз. Going away. And when we go, we like to go and see new countries. Біз бір жерге шыққанда, біз шығып, және жаңа елді көргенді ұнатамыз. Біз зарубежге барғанда, when we go abroad, біз ұнатамыз просто басқа елге бару емес, просто сыртқа шығып келу. Сол елде сыртқа шығып, go out and see new countries. Мінекей, қаршы бүгінге осыларды жазып алыңдар. Келесі сабақ тоже қызық болады. Келесі сабақта көріскенше.